ертеңгі ойын бойынша 2 ойыннан ұтылдыңыздар ғой. Жалпы, қысымды сеземіз. 2 матч қатарынан жеңілу оңай емес, бұл ауырға тиеді. Бұл Чемпиондар лигасы. Және топқа шыққымыз келсе, топтық кезеңнен шыққымыз келсе, ұпай жинауымыз керек. Сондықтан ертеңгі ойын біз үшін өте маңызды. Ертеңгі ойынға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Толықтай дайынмын өзім. Ля Лювьер. Сонымен ойнағанда менде бір жарақат болды, бірақ ол жарақаттан жазылдым. Неліктен өткен матчта жеңілдіңіздер өткен аптада? Оған не себеп болды? Және үзілістен кейін тез қалпыңызға келе алдыңыз ба? Әрқашанда жеңілістің қандай да бір себебі болады. Жеңілдік, бірақ қазір бізге бір топ болу, бір команда болу маңызды. Бір команда болып ойнап, әр күн, әр матчқа барымызды салып ойнауға дайынбыз. Сонда нәтижеге қол жеткіземіз. Қазақстанға қош келдіңіз, Ромео. Біріншіден, бұл сіз үшін ерекше орын, өйткені халықаралық дебютіңіз Астана Аренада болған. Ертеңгі ойыннан не күтесіз? Өзіңіз айтқаныңыздай, шынымен де бұл Астана Арена маған ерекше бір сезім береді. Ұлттық команда қатарында ойнау мен үшін үлкен құрмет. Ертеңгі ойынға дайынбыз, асыға күтудемін. Ойын тартысты, қызықты болады деп ойлаймын, өйткені Қайрат командасы өте жоғары деңгейде ойын көрсететін команда, және өз елінде жақсы топ командалардың бірі. Ойыншылардың барлығы бірегей өнер көрсетіп жүр, және менің ойымша ертең оңай болмас. Ромео, ұзақ ұшу уақыты қалай болды? Ауа райы, суық ауа райы сізге, өзіңізге, командаға қандай әсер етеді? Жалпы жағдай жаман емес. Персонал да бізге барынша көмектесіп жүр. Ұшу жақсы өтті, ұшақпен ұшып келгеніміз де жақсы болды. Ұйымдастыру жағынан да жоғары деңгейде жұмыс көрсетіп жатыр, және Астана Аренада -20 емес, сондықтан суық ауа райы біздің ертеңгі ойынымызға кедергі болмайды деп ойлаймын. Қайырлы кеш. Бұл ең ұзақ жол жүру болған шығар сіздің командаңыз үшін. Соған байланысты ертеңгі матчқа қандай да бір ерекше дайындық болды ма? Шынымен де жеке мен үшін ең ұзақ жол жүрудің бірі болды, бірақ жағдай жаман емес. Мен айтып кеткенімдей, мен ұлттық команда құрамасында келген болатынмын Астана Аренаға. Бірақ ұшу кезінде, мысалы, біз арнайы шұлық киеміз, очки, көзілдірік киеміз. Сонымен қатар қандай да бір икемделу керек. Барлығы айтып кеткенімдей, ұйымдастыру жағынан жақсы болды. Ертеңгі матчқа сондықтан толықтай дайынбыз. Бірақ қандай да бір ерекше дайындық болған жоқ. Бұл негізгі сәттерін ғана айтып кеттім сіздерге. Ойыншыға соңғы сұрақ. Қайырлы кеш, Ромео. Астана Арена. Қандай да бір жасанды алаң Астана Аренада, соған байланысты қандай да бір бейімделу керек па сіздерге? Бутсы әрине де
тиісті лайықты сапада болу керек. Бүгін біз тренировка өткіздік, жаттықтық, алаңға үйрендік, бейімделдік. Әрине, жасанды алаң табиғи алаңнан ерекшеленеді, бірақ біз кәсіби ойыншылармыз, сондықтан қандай алаң болса да біз ойнауға дайынбыз. Бапкерге сұрақтар бар ма? Рамео айтып кеткендей, сіздің командаңызға бұндай ұзақ жол жүру қатты әсер еткен жоқ. Біз барлығын жақсы ұйымдастыруға тырыстық, ойыншыларымыздың жағдайын жасауға барымызды салдық. Ұшу ұзақ болды, бұл жерде ауа райы өте суық, бірақ бұндай ұйымдастырудың деңгейін көру мен үшін қуанышты. Біздің ойыншылар да бұны атап өтті. Біз максималды түрде жылдам бейімделуге дайынбыз. Сол себептен біз 2 күн бұрын ұшып келдік. 2 күн бұрын ұшып келуіміздің себебі осы жағдайларға, ауа райына, алаңға үйрену. Менің командам жақсы ойын көрсетеді деген сенімдемін. Аптаңыз оңайға түскен жоқ. Апта шынымен де біз үшін ауыр болды. Бірақ жалпы 2025 жылы 3 жеңіске қол жеткіздік қатарынан. Бұл бізге жақсы деңгейде дайындалуға мүмкіндік берді. Жаттығу болды бізде, сбор болды. Бірақ содан кейін қиыншылықтарға тап болдық, ол туралы айтып кеткен болатынбыз. Өйткені 2 матч қатарынан жеңілгенде, бұл ойыншылар үшін біздің клуб сияқты үлкен клубқа ауыр тиеді. Бұндай жағдайды күтпеген болатынбыз біз, сондықтан бізге бұл жағдайды қалай жақсартамыз деген ой болу керек. Бізге мінез көрсете білу керек, батылдық танытып, барымызды салып, жақсы ойын, өнер көрсетуге дайынбыз. Біз 30, 40, 50 минут емес, 90 минут бойы тиімді жақсы нәтиже көрсетіп ойнау керек. Өзіңіз білетініңіздей, соңғы матчтарда жағдай біздің жағымызда болған жоқ. Сондықтан 2 жеңіліске жеткеннен кейін біз жақсы ойыншылармыз, біз жақсы команда екендігімізді көрсету үшін тезірек жеңіске жетуіміз келеді. Айтып жіберсеңіз, осындай ойынға, осындай матчқа дайындалу қиынға түсті ме сіздерге? Өйткені сіздер бұндай жағдайға үйренген жоқсыздар. Әрине, біз дайындалдық, қарсыласымыз туралы ақпарат жинадық, жаңалықтар оқыдық, және өз күшімізге, өз білімімізге негізделе отырып дайындалдық. Әрине де сауатты ойын көрсетеміз. Бірақ жеңіске жету үшін мінез керек, жауапкершілікті түсіне білу керек. Жеке ойыншылардың толықтай берілгендігі керек ойынға. Өйткені қарсыласымыздың қалай ойнайтынын, қандай тактика қолданатынын білмейміз. Сондықтан бұны айту қиын. Ең бастысы, қандай да сценарий болмаса, қандай да тактика болмаса, ойынға дайын болу. Командаңыздың сапасы жағына келетін болсақ, бірнеше ойыншылардың жарақаты бар екенін көрдік.
Осыған байланысты кандайда бир кыйынчылыктарды күтөсүз ба эртеңки оюндан? Біз тиімді, сауатты, әдемі ойын көрсеткіміз келеді. Чемпиондар лигасында тәжірибеміз бар, өткен матчтардан алған тәжірибеміз бар. Біздің келуіміздің ең басты мақсаты ойнау, футбол ойнау, жақсы ойын көрсету, командада, біздің басшылығымыз да, біздің сапамызды көтеруге барын салып жатыр. Және менің ең басты тапсырмам ертеңгі ойынды жақсы ойнау үшін ойыншыларға барлық жағдайды жасау. Президент жоқ, спорт директоры жоқ. Мүмкін сапаны көтеру үшін қандай шаралар қолданып жатыр, сол туралы айтып берсеңіз. Бұл сұрақты маған емес, президентке, басшылыққа қойған дұрыс болады деп ойлаймын, бірақ олар қазір менің білуімше демалыста жұбайымен бірге вино ішіп отырған сияқты. Менің білуімше бұл ал спорт директорына келетін болсақ, ол толықтай бізбен, бірақ өкінішке орай ол физикалық түрде бүгін бізбен бірге келе алмады. Сіздің командаңызды, сізді Астанада көруге өте қуаныштымыз. Бельгия Астанада ойын көрсеткен болатын өткен жылы. Сіз ауа райы туралы білесіз, Астананың суық ауа райы туралы, бірақ дегенмен де белгілі бір қиыншылықтар болды. Ол қиыншылықтар келесі болды. Ойыншылардың кейбіреулері қазақстандық прессамен сөйлесуден бас тартты. Қазақстандық командаға келетін болсақ, Сатпаев Челси үшін ойнағысы келеді. Мүмкін осы жазда болар. Бельгиялық ұлттық командаға келетін болсақ, мен оның бапкері емеспін, ол команданың бапкері емеспін. Мен матчты көрдім, жанкүйер болдым, ұлттық құрамаға жанкүйер болдым, бірақ ойын алдында, ойыннан кейін не болғанын мен білмеймін. Ол менің жауапкершілігім емес. Бірақ жеңіске жетсе де, жеңілсе де, ойыншылар да, бапкерлер де өз-өзін лайықты ұстай білу керек деп ойлаймын. Бұл менің жеке ойым. Қазақстандық футбол командасына келетін болсақ, бұл өте тәртіпті команда, нәтижеге көз тиген команда. Және әрқашанда бұл чемпиондар лигасында топ жарып шығу оңайға түсе бермейді. Барлық командалардың ұпай саны бірдей, немесе айырмашылығы көп емес, аз. Челси туралы білемін, Сатпаев туралы да білемін. Бұл керемет жаңалық. Ертең біз сіздің командаңызбен ойнаймыз, Қайрат командасымен. Бұл клубтың ойыншылары өте жоғары деңгейде өнер көрсетеді, кәсіби ойыншылар. Сондықтан ертеңгі ойын тартысты болады деп ойлаймын. Қайырлы кеш. Өткен маусымда біз барлығымыз бір жағдайдың куәгері болдық. Бұл жағдай Брюгенің чемпиондар лигасындағы жетістіктер. Бірақ біздің мақсатымыз ертеңгі матчта жеңіске жету. Рахмет.